Достар, барлықтарыңызға сәлем, сіздер мен Назгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер соғым сойып бешбармақтан шаршасаңыздар, жұмсақ маринадталған жылқы етінен дайындалатын рецептпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек сүйегі жоқ ет, 4 туралған сарымсақ, бұрыш және тұз. Осылай етті кесеміз. Бұл еттің спонсоры Әли апай. Егер осы видеоны көріп отқан болсаңыз, комментарийда қол бұлғап қойыңыз. Кесілген жерлеріне туралған сарымсақты қойып шығамыз. Тұз бен бұрышты араластырып, етіміздің жан-жағына жағып шығамыз. Осындай бөлек ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа 2 күнге қойып қоямыз. 2 күн өтті, достар. Біздің етіміз толықтай маринадталды. Осылай болып тұрады. Суы ештеңесі шыққан жоқ. Судың астында жуып болғаннан кейін ыдысқа қойып қоямыз. Үстінен салқын су құйып, тағы да 2 сағат ұстаймыз. Одан кейін бөлек пакетке салып, арнайы пакет болған жоқ. Сол үшін мен осындай пакетті қолдандым. Лавр жапырағын саламыз және бұршақтарды себеміз. Он шақты ауасын шығарып, бетін жауып, кастрөлге саламыз. Шетіне байлап қоямыз. Етіміз батып тұратындай су құямыз. Етті бір қайнатып алғаннан кейін баяу отта 1,5 сағат пісіреміз. 1,5 сағат өтті, достар. Біздің етіміз дайын. Осылай сорпасы ішінде қалды. Пакетке ештеңе болған жоқ. Етті біртіндеп турап, оны бөлек ыдысқа саламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Жұмсақ және ауызға салса еритін ет. Достар, жасауға кеңес беремін. Бізге өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, достар. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Оны көрсеңіздер болады. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет.